Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Бүгін тағы да пайдалы подкаст арнасында сіздермен жүздесіп отырғанымызға қуаныштымыз. Бүгінгі біздің қонағымыз мектебіміздегі кітапқұмар байқауының 2 дүркін жеңімпазы, 8-ші А сынып оқушысы Мұхтар Бектұрсын келіп отыр. Қош келдің, Бектұрсын. Ал негізгі бүгінгі тақырыбымызға арқау болатын шығарма бұл Сайын Мұратбековтың Жусан иісі тақырыбынан болады. Сондықтан осы шығарманы біз кеңінен ашуға тырысамыз. Ал Бектұрсын, мынау 2 дүркін чемпион болып, біздің подкастқа келгеніне қуаныштымыз көріп отырғанымызға. Енді жалпы шығарманың несіне келетін болсақ, Жусан иісі деп аталу тақырыбына келетін болсақ, осы Жусан иісі мен жаңағы соның кейіпкері Аянның арасындағы қандай байланыс бар, осы жөнінде ойыңды білдіре кетсең. Жусан иісі ол Аянның бұрынғы өткен өмірін, тағдырын, ағасына деген, ата-анасына деген, өз туған еліне деген сағынышын білдіреді деп ойлаймын. Яғни Жусан иісі, яғни ағасының бойына сіңген сол иісін иіскеу арқылы ағасына деген сағынышын білдіреді. Керемет. Жалпы бізге негізгі кейіпкеріміз Аянның ол жетім бала ретінде кейіпкер болып сипатталады. Осы Аянның бізге қандай жақсы қасиеттері айтуға болады? Аян ол жетімдіктің зардабынан шеккен аянышты бала болып көрінеді. Сырттай қатты әлсіз болып көрінгенімен, бірақ іштен мейірімді, сабырлы, әрі қиялшыл бала болды. Керемет. Енді жалпы осы Аянның қандай қасиеттері саған ұнады оның? Ол өзінің ойынан, онымен жасты балалар ертегі ойлап таба алмайды, бірақ Аян болса өзінің ақылдылығымен, сол шығармада да бар, оқытқан кезде әріптерді ерте танып, зерделі болып көзге түскен. Яғни білімге деген құштарлығы. Жалпы бізде құйма бұлақ деп айтамыз ғой. Енді ол ертегіні шығару үшін де оның қиялы белгілі бір дәрежеде ұшқыр болып тұр ғой. Ал ол қиялының белгілі бір дәрежеде ұшқыр болуына негізгі себеп ол әжесінен көп ертегі тыңдаған болуы да мүмкін ғой. Сондықтан оның жаңағы қиялы, яғни өте ұшқыр болады. Бірнеше сағаттап тіпті ертерететін болған екен, шығармада бейнеленген бойынша. Енді шығармада бізде жетімдік тақырыбы бізге суреттелген. Негізгі осы жетімдіктің қаншалықты ауыртпашылығы бар екен, осы жөнінде осы шығармадағы түйген ойы болса. Автор осы жетімдікті Аян арқылы белгілейді. Осы шығарма негізі сол шығарма соғыс жылдарында болып жатқандықтан, автор соғыс зардабын, балалардың қандай зардап шеккендігін бізге суреттеп отыр. Балалар өздерінің елінен айырылды, ата-аналарынан айырылып қол жетім болып қалды. Бақытты балалық шағынан айырылды. Ал енді осы бақытты балалық шақ деп айтып өттің ғой. Сен үшін осы бақытты балалық шақ деп қалай түсінесің? Бақытты балалық деп өзінің достарымен ойнап күліп жүру, ата-ананың бақытын сезіну. Жасына сай ойнап күліп, ата-ананың мейіріміне шомылып, ал енді сол кездегі жастар мен қазіргі жастарды салыстыратын болсақ, яғни біздің қазіргі балалар әлдеқайда олардан бақыттырақ болып тұр ғой. Соғыс жылдарына қарағанда балалардан қазіргі балалар бақыттырақ болып тұр. Бірақ енді қазіргі балалармен салыстырғанда бақыттырақ дейміз, бірақ менің ойымша бұл балаларды қазір тым еркінсіп, болмаса тым қазір өз салға мүмкіндіктерін олар сезінбей, осы бақыттың қадірін сезінбей өсіп жатқан сияқты осы сондай ұрпақ болып көрініп отыр мағанша. Сол кезде бізге негізі қиыншылықтың да бір пайдасы бар сияқты болып тұр ғой, қалай ойлайсың? Қазіргі балалар еркін өсіп жатыр да, қиыншылық көрмей жатыр. Сондықтан олар қадірін сезінбей, соны пайдаланмай жатыр. Ал бұрынғы балаларда ондай біз сияқты мүмкіншіліктер болған жоқ. Бұрынғы балалар өздері еңбекпен жетті. Ауыртпашылықпен жетті, соны ешіне телмен жетті. Жалпы енді қайттан әңгімемізге оралатын болсақ, мысалға Аян басында автордың бейнелеуі бойынша жаңадан көшіп келген болатын. Сол көшіп келген кезде оны балалар былайша айтқанда жақсы қабылдамай қояды. Сөйтіп біреулер қабылдап, біреулер қабылдамайды.
сөйтіп оны шеттетеді. Кейін сол шеттету өзгеріске ұшырады ма, ұшырамады ма осы бойынша? Олар уақыт өте келе балалар аянның қадірін түсініп, ертегілерді сүйіспеншілікпен тыңдап, соңында аян кетер кезде де барлығы көңіл келіп түсіп ойнамай қалды. Яғни қимастық болды, қайтып бара жатқан кезде тіпті кейбіреулері көзді жасалды қимастықтан. Ал осы кейіпкерлердің ішінде бізде жаңағы Есікбай деген аянға былайша айтқанда зорлық көрсетеді. Нені көрсеткісі келді осы Есікбайдың зорлығы арқылы автор қоғамда қандай іс-әрекетті көрсеткісі келді деп ойлайсың? Енді Есікбай ол аянды ұрып, басында төбелесіп алды. Автор осы іс-әрекет арқылы қазір қоғамдағы мейірімсіздікті, әділетсіздікті және әлімжеттікті көрсетті. Әлімжеттікті көрсетіп отыр. Бұндай әлімжеттік біздің қоғамда да қазір белең алып жатыр ма, или бұл тыйылған ба? Қазір мемлекет осы әлімжеттікті осыған қарсы заңдар шығарса да, бірақ көп балалар әлі жасап жатыр. Яғни бұл мектеп қабырғасында да іске асып жатқан мәселе, иә. Бұл жалпы тоқтамайтын нәрсе сияқты, сол кезде де болған, қазір де болады, келешекте де бола беретін сияқты. Тек бұны алдын алу ғана бізге қарап тұр осында, иә. Алдын алу осы әлімжеттіктің негізгі себебі не деп ойлайсың? Әлімжеттіктің негізгі себебі ол бір-бірін көремаушылықтан болуы мүмкін, немесе ақшаға да байланысты болуы мүмкін. Көп нәрсе. Яғни тәкаппарлықта болуы мүмкін, иә. Яғни болмаса өзін көрсетіп қалу дейміз ба, яғни басқаларға мойындату дейміз ба, осы мәселелер әлімжеттіктің түрінен шығып отыр. Енді осы шығармада тағы да бір жағымсыз кейіпкер, Қосым деген кейіпкер бар. Сол туралы бір ауыз әңгіме айтып. Қосым жылауық, андай тырнауық болды. Төбелескен сайын балдармен тырнап алып сөйтіп жүрді. Сол Қосымның кесірінен аянның да көп таяқ жеді. Қора өртеніп кеткен кезі бар ғой. Сол кезде Қосым жылап Тұржан деген ағасын шақырып келеді. Сол кезде Тұржан келіп, аян жерге секірген кезде аяғы қайтадан тайып кетеді. Сол кезде оны тепкілеп ауыр халге түседі. Ол енді сол ауылдың басқа бір баласы болғанда мүмкін Тұржан соншалықты зұлымдықпен оны зәбірлемес пе еді? Оның аянның қорғайтын адамы жоқ болды, жетім болғандықтан басында. Сол жетім болғандықтан, қорған адам болмағандықтан оған яғни не істей алады дегендей бар. Соншалықты жауыздықпен зардап келтірді. Енді осы тағы да аянның тағы бір маған ерекше ұнаған қасиеті ол аспандағы жұлдыздарға қарап ауа райын қандай болатынын болжай алатын қасиеті бар екен. Осы туралы не айтамыз? Балдар барлығы бірге отырған кезде аян көкке қарап, жұлдыздың нұры бар екен деп, ертең күн ашық жылы болатын сияқты дейді. Сол кезде барлық балалар аян не айтты деп таңғалып қалады. Нұры деген не деген сияқты ойландырып қояды. Енді оның мысалға жап-жас бала өзі кітапты көп оқып, зеректігі білдіріп қалады. Құймағылар екенін көруге болады. Және табиғатпен тілдесе алатын қасиеті бар екенін көруге болады. Яғни біздің ата-бабаларымыз көбінесе сол ауа райын жұлдыздарға қарап, ауа райын құстарға қарап болжай алатын қабілеттері болған. Сол яғни оғанда дарыған деп түйсек болады екен. Ал енді тағы да айтатын болсақ, осы аянның ертегілерін балалар үйіп тыңдайтын болды. Осы үйіп тыңдау жалпы ертегі балаларға қандай қанат бітірді, болмаса қандай пайда келтірді? Ертегі балаларға болашағына үміт берді. Олар да аян сияқты қиялдайтын болды. Ол ертегі айтып жатқан кезде мен де осындай алмас қылышым болса фашистердің басын шабатын едім деген сияқты қиялдау берді. Сол сияқты. Ал енді жаңағы шығарманың саған қай сәті бізде әсерлі болды, қай сәтінен қатты толқын салдың, тербеліс салдың? Аянның ағасының өлген кезінде хат келген кез болды. Ағасының өлгені дұрыс болмады деп ойлаймын. Өйткені аян ағасын қатты көп уақыт күтті. Қасындағы досы да аянның қаншалықты күткенінен ол да аянның ағасы келу керек, тиіс деп айтты. Аян ағам келеді деп көптеген жоспарлар құрып қойды. Мысалы, оның біреуі аяғымды мүлде шықпайтындай қылып қалаға алып салдырып аламын деді. Сол жер маған өте қайғылы болды.
иә өте сол жерде жаңағы бір қараңғы бөлмеге кіріп өзімен өзі қалып иә сол жерде отыруы шын мәнінде яғни жүрекке тебірентетін кездер болып есептеледі екен. Ал енді осы шығарманың сенде бір мүмкіндік болатын болса шығарманы өзгертіп жазуға қай тұстарын өзгертуге тырысар едің? Мен осы шығарманың Аянның ағасының өлген кезін өзгертер едім деп ойлаймын. Өйткені Аянның ағасының өлгені дұрыс болмады. Автор осы Аянның ағасын өлтіру арқылы жетімдіктің қандай болғандығын, соғыстың зардабы балалары қалай екенін көрсеткісі келді деп ойлаймын. Бірақ автор Аянды ата-анасынан айырғаны да жеткілікті болды деп ойлаймын. Сол жерін Аянның ағасын қайтадан соғыстан тірі қайтып, Аянның ары қарай бақытты балалық шағын сүретін. Яғни үмітінің бір шындыққа айналғанын қалай жақсы. Енді жалпы осы шығармадан яғни өзіңнің өміріңде болмаса бір сабақ дейміз ғой, тәжірибе дейміз ба, осы несімен ұнады бұл шығарма саған? Бұл шығарма авторы қазіргі заманда болып жатқан көптеген жаман әдеттерді, жақсы әдеттерді, сол кезде болған зерек болған суреттеді. Біз осы күнімізді қадірлеп, осы күнімізге шүкіршілік етуіміз керекпіз. Сол кезде балалар қатты қиналып, күн мен түнмен жұмыс істеп, аяқтары сынса да жұмыс істеп қатты қиналды. Ауыр еңбекпен қатты қиыншылық көрді. Яғни бұл менің өзімнің жеке пікірім. Енді осы шығарма арқылы автор жалпы уақыттың қадірін, денсаулықтың қадірін, бейбіт заманның қадірін сезіндіруге ағамыздың, ата-анамыздың қадірін. Солардың қадірін сезіндіруге тырысқан деймін, бірақ ол өте керемет бейнеленген. Себебі жастарға өте яғни ұнайтын шығармалардың бірі ретінде айтсақ болады. Ендігі тағы бір сұрақ осы шығармаға айналып айтуға тура келіп тұр. Осы жерде бір жаңа Асырауова Бопай деген атасының кемпірі Аян мен жаңағы автордың екеуі сөйлесіп отырған кезде мынандай бір тіркес айтады. Бұл тіркес маған қатты әсер етті. Жалпы жаман ит шәуілдегіш келеді деген сияқты. Біздің де мына баламыз мыжық сияқты, мылжың сияқты көрінеді деп керемет теңеу айтады да. Сонда бұл не айтқысы келіп тұр сонымен деген ғой. Біздің ол кезде апасының айтқаны, біздің баламызда мылжық сияқты, көп сөйлейтін сияқты, бәленің бәрін осы бастайтын сияқты деп айтқысы келді деп ойлаймын. Мен осы кезде мынандай бір, осыны оқып отырған кезде басыма мынандай бір ит не келді. Қазақы төбеттер болады ғой. Осы қазақы төбеттердің көбінесе көп абалаңдап үрмейтінін байқаймын да. Олар тек қана бір ғана дауыс шығарып қойып, ары қарай ала көзін бір қарап қойып жата береді да. Басқа иттер болады, олар бет алды үре беретін иттер болады ғой. Сол ит көз алдыма елестетті да. Мынау қалай теңеу деп, қандай теңеу деді да. Сонда бізде мен түсінгенім көп сөйлемей, көп ойлану керек сияқты, дөп сөйлеу керек сияқты деген бір ой қалыптасты да менде. Жусан деген негізі мен өзім атын естіген болсам, затын шын мәнінде көріп иіскеп көрмеппін. Сенде қандай, сенің де тәжірибеңде қандай нәрсе бар? Менде осы Жусан деген көптеген мультфильмдерде, киноларда да, осындай жазылым шығармаларда да көп естігем. Пайдалы шөп деп естігем, бірақ мен де көрмеппін. Осы шығармадан кейін көрсем деген бір есіне ескерсем деген. Бізде иіскеп сол Аянның басынан өткен сезімді кешірсек те менде де бір ой болып тұр, Құдай соған жеткізсін. Енді жалпы осы шығармадан барынша бейнелеуге тырыстық. Қалып кеткен жерлер болса, шығармада айтқың келген нәрселер болса, айта отырсаң. Бұл шығарманың қалып кеткен кездері, Аянның аяғын шығарып алған кезде, ең алғаш рет Аян аяғын өз бұзауын үйретемін деп бұзауға секіріп шығарып алған еді. Сол кезде одан кейін аяғы көп шығатын болып кетті. Бір рет шықты, одан кейін тағы да бір рет шықты. Үстінде бір рет шығып, үйінде бір-екі ай жатып қалды. Енді бұл жерде Аян өзі жүрегі жаралы болып тұрғанмен тәнін де жаралап, былайша айтқан кезде көрмеген азап қалмады ғой. Ол жерде дұрыс айтып отырсың, осы эпизодтарды еске түсіріп отырсың.
жалпы Аянның осы аяғының кесірінен ол балалардан бөлектеп қалды. Балалар бөлектеп кетті. Одан кейін қаратыс ойнайын деп отқан кезде оны ешқандай жаңағы топ алмай қойды. Ja? Соның кесірінен. Сол кезде Аян барынша намысқа тырысып, аяғын салдыруға барады ғой. Ja? Сол кездегі сезімдері, яғни былайша айтқан кезде жаңағы Аянға қатты әсер етіп отыр ғой. Яғни жанына батып отыр ғой. Сол жаңағы оны адам ретінде көрмеу, яғни өзінің бір кемшілігі болады. Сол бір ғана кемшілігінің қоғамда сені уже мүлдем сенімен санаспауға алып келетінін көріп отыр. Сондықтан осы жерде бір жаңағы Серікқалиев деген ағамыздың өлеңі еске түсіп кетеді. Жануарлар әлсіз болса Құдайдан дейді да, ал адамдар әлсіз болса сорлылық дейді. Енді жалпы бұл шығармада мен тағы айтайын деген нәрсем, бұл жалпы қазақ баласы алдыңғы дәуір замандардың барлығында ертегі, қисса, аңыз әңгімелерді көп тыңдап құлағына сіңіріп өсті ғой. Жырларды, термелерді, сол ұрпақ, яғни құймақ ұрпақ болып өсті. Ал қазір мен байқауымша отбасыларда көп бұндай ертегі айтылатын адамдар да қалмады-ау. Осының зияны қандай болуы мүмкін келешекте? Бұның зияны өте салдары көп болады. Біздің болашақ ұрпағымыз біздің қалай өмір сүргенімізді, бұрынғы ата-бабаларымыз қалай өмір сүргенімізді, салт-дәстүрлер жойылып ұмытыла бастайды. Тіпті қазіргі апалардың өзі де ертегі мүлде тыңдап айтпайды. Керісінше қазір апалар жастарға қосылып, TikTok, Instagram парақшаларын ашып алып, стримде отырады. Енді стримде енді заманауи апаларымыз да. Жақсы. Жалпы Уолт Дисней бұл ертегі үмітке сенуді үйретеді деген ой тұжырым жасаған екен. Яғни біз ертегі арқылы келешекке үмітпен, қиялмен, бір жақсылықпен қарайды екенбіз. Солар ертектен біз факт іздемейік. Жалпы ол жерде яғни адам баласына бір айтайын деген бір үндеу болады. Яғни мына жолмен кетсең, мынандай неге барасың, мына кейіпкердің жолымен жүрсең, яғни адам боласың деген сияқты үлкен бір сабақ айтқысы келіп тұр деп ойлаймын. Сондықтан ертектер бұлар тек бізді жақсылыққа жетектер деген сөз бекерге қалмаса керек деп ойлаймыз. Жалпы енді Жусан есімін қанша айтсақ та енді біз самамыз деген жерден талқылауға тырыстық. Енді кітап құмар байқауына қайтсақ, кітап құмарда яғни 2 рет қатарынан өзін жеңімпаз болу, бұл екінің бірінің қолынан келмейді. Осы бойынша әңгімені өрбітсек, яғни қаншалықты қиын болды, болмаса қаншалықты сенімді болды осыған? Біріншісіне кітап құмар біріншісіне келсек, бірінші сайыста бір қиындырақ болды. Екінші сайысқа қарағанда бірінші сайыс бәсекелестік көп болды. Екінші сайыс жеңілірек болды. Бірінші сайыста бізде үміткеріміз 2 тур қатарынан бірінші орын алып келді ғой. Яғни шын мәнінде сен де бізге ағылшында Black Horse бар, яғни күтпеген жеңімпаз болдың. Сондықтан ол жерде саған шын мәнінде біз сол жігіт алады деп ойлап отырғанбыз. Бірақ бұйырған жетпейді демекші. Сен өзің алып отырсың, және енді екінші жыл қатарынан ол бекер емес екенін дәлелдеп отырсың. Енді биыл 3-ші жыл кәсіп етсе қатысуға ниет бар ма? 3-ші жылда қатысам деп отырмын. Керемет, онда сол 3-ші турда Құдай қаласа кітап құмарда жолығамыз деп есептейміз. Енді негізгі бүгінгі подкасттағы қатысушымызға арналған сұрақтарымыз аяқталды. Енді жүргізушіге арналған сұрақ деген бөлім бар. Осы бойынша кез келген сұрақ қоюға мүмкіндік беремін. Осы Жусан шығармасына қайтадан оралсақ, осы Жусан шығармасындағы Аян сол замандағы, сол кездегі жеке баланың тағдыры ма, әлде тұтас ұрпақ, бір ұрпақтың бейнесі ме? Енді автор бұл Аянды менің ойымша сол бір кейіпкер ретінде алып отырған болмаса, жалпы сол шығарма арқылы бұл тұтас ұрпақтың шеккен зардабын көрсеткісі келді деп ойлаймын. Және осыны жақсы көрсете алды деп есептеймін. Себебі осындай тағдырды, яғни сол қаншалықты ауырлығын сол оқып отырған кезде оқыған адам яғни сезіне алады деп ойлаймын. Ал тағы басқа сұрақтар болса? Сіз осы кітап құмар сайысын
жүргүзүүчү ретинде неліктен осы Русани кітабын алдыңыз деп? Енді ол бірінші кітап құмар байқауында тек менің шешімім болғанда, ол жерде бірнеше мұғалімдеріміз ортаға салды. Ол кезде мен шын мәнінде Русани несін оқымаған едім. Және басқа апайлардың мұғалімдердің ұсынуы бойынша осы шығарма таңдап алынды. Ол кезде, яғни мен былайша айтқан кезде сол апайлардың таңдағаны бойынша алған болатынбыз. Кейінгі кітап құмар 2-де әдетте көбінесе менің ұсынған кітаптарым бойынша, яғни оқылған кітаптар болды деп есептейміз. Сондықтан осы жауап беруге болады деп ойлаймын. Онда бүгінгі біздің подкастымызға қонақ болып келіп, өз ой-пікіріңді білдіргеніне үлкен алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі подкастымыздың яғни соңғы сөзін Ганс Христиан Андерсен деген, яғни ертектер, яғни көп ертек шығарған адамның сөзімен аяқтаған жөн көріп отырмыз. Бұл ертегі, бұл жүрекке жол табатын ең қысқа жол деп атаған екен. Сондықтан үйдегі кішкентай бүлдіршіндерімізге ертек оқиды, ертекті көбірек оқып, солардың яғни өміріне келешекте көбірек пайда тапқанына әсер етсін деген ниетпен аяқтаймыз. Келесі подкастта кездескенше қош, сау болыңыздар.